Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте жеңіл салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Ешқандай уақытыңызды алмайды, көп продуктыны қажет етпейді. Барлығын оңай жасай саласыздар. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Әсіресе ерлер қауымына өте қатты ұнайтын салаттың түрі. Ол үшін бізге ең алдымен редиска қажет. Осы редискамыздың екі жағын алып тастаймыз да. Кейбір қарайған жерлері болса, оларды да алып тастауға болады. Барлығын алып тастап, өзіңізге ыңғайлы етіп, ұзынша көлемде кесетін боласыз. Барлығын жіңішке ұзынша етіп турайсыздар. Қанша көлемде жасағыңыз келеді, аз мөлшерде жасасаңыздар да, көп қылып жасасаңыздар да өте тез желініп кететін салат. Міндетті түрде жасаңыздар. Мен бұл салатты дайындау үшін 7-8 штук редисканы пайдаландым және 2 штук қиярымызды қосамыз. Өзіңіз білесіздер, көлемін қаншалықты ұлғайтамын десеңіз де өздеріңіз білесіздер. Бұндағы салаттың ең басты ішіне қосатын құрамдарын біліп алсаңыз болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Қиярымызды да тура осылай ұзынша етіп турайсыздар. Достар, егер менің каналыма бірінші рет келіп, бірінші рет осы рецепті көріп тұрсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыз және осы тіркелгеннен кейін видеоларды толық қарап шықсаңыздар болады. Өте оңай, үйдегі қарапайым ғана заттардан жасалатын рецепттер менде өте көп. Міндетті түрде жасаңыздар, көріңіздер және тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін ішіне қосатын аскөктерімізді қосамыз. Үйде қандай аскөк бар, сол аскөктерді қолдансаңыздар болады. Және бір шай қасық тұз саламыз. Сонымен қатар қаймақ саламыз. Майонез қосып жасасаңыздар да болады, егер майонез ұнататын болсаңыздар. Ал егер мен секілді қаймақпен жасайтын болсаңыздар, онда 2 ас қасық қаймақ салсаңыздар жеткілікті. Себебі қиярдың соғы шығып, біраз уақыт тұрғаннан кейін сіздердің салаттарыңыз сулы болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасы мүшелеріңізге өте қатты ұнайды. Суымен қосып желініп кететін салат. Дәл осы мен жасаған рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 2 тәрелке шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.